Мен мәсіхшіліктің ақиқат екендігін, Исаның мәсіх Құдай ұлы екендігін ой санаммен түсінгенде, оның өлімнен тірілгеніне, киелі кітап сенуге тұрарлық және оған сүйене алатыныма көзім жеткенде, басты кедергі менің Құдай жайындағы түсінігім болды. Неліктен? Адамдар былай дейтін: сенің көктегі әкең сені сүйеді. Бірақ бұл маған қуаныш алып келмейтін, бұл тек ауыртпашылық тудыратын. Солай. Әрдайым біреу сенің көктегі әкең сені сүйеді деген кезде мен ауыртпашылыққа кенелетімін. Неліктен? Өйткені мен жердегі әкемді есіме алатымын. Құдай осында ең үлкен мәселе жатқанын айтады. Ол біздің басқаларға қалай қарасақ, оған да солай қарайтынымызды айтады. Және өте жиі жағдайда біз жердегі әкеміздің бейнесін көктегі әкемізбен теңейміз. Егер жердегі әкеңіз сізбен уақыт өткізбеген болса, сізге мәсіхшілік сенімде өсу қиын болады. Мүмкін емес деп айтпаймын. Сізге көктегі әкеңіздің сізбен уақыт өткізгісі келетініне сену қиын болады. Егер жердегі әкеңіз сізді ешқашан тыңдамаған болса, сіздің рухани өсуіңізді мынадай ойлар тежейтін болады. Мен неліктен мінәжат етуім керек? Көктегі әке мені бәрібір естімейді емес пе? Менің мәселем неде болған енді түсінесіздер ме? Мен жердегі әкем мен көктегі әкем арасындағы айырмашылықты түсіне алмадым. Менің бала кезімнен меңгергенім әкелердің ауыртпашылық әкелетіндігі. Жердегі әкемнен зардап шеккеннен кейін оның бейнесін көктегі әкеге ауыстырдым. Және бұл мен үшін Мәсіхті Құдайым және құтқарушым ретінде қабылдауға деген ең басты кедергі болды. Мен бұны қалай жеңе алдым, және сіздер осыдан қалай өте аласыздар? Сіздердің көбіңіз менің не айтып отырғанымды білесіздер. Олардың көктегі әкемен қарым-қатынасына әсер ететін жердегі әкесімен қарым-қатынасы, қалыпты қарым-қатынас десек жақсы болады, екенін түсінеді. Алдымыздағы бейне үзінділерден осы жайында нақтырақ сөйлесеміз.